Сәлем достар, бүгін біз Саңғар Нұртастың жаңа клипін қараймыз қазір. Реакция бола ма, болмай ма көреміз енді. Кеттік. Өлеңнің аты Аль-Заби свела с ума. 15 сағат бұрын шыққан клипі. Кеттік. Тебя я вижу снова в клубе, где твоя любовь в натуре. Вышли мы на 2 сегодня и ушли в отрыв по полной. Фантастика, у меня паника, жүрегім толған романтика. Тебя вижу в клубе, вновь нас соблазнила злая ночь. Сөзім аузымда, махаббатың менің келме менің қасыма. Сегодня мы в клубе, качай по полной, мы в натуре. Это просто танцы в твоих глазах, искры взрываются. Эй, это просто классно, ведь ты же знаешь, со мной опасно. Сертканың артынан түсірген кадр қатты көрсетпей тұр да адамды. Нормально бірақ. Это просто классно, ведь ты же знаешь, со мной туалетте отырып түсірген кадр прикольно. Аузымда махаббатың мен келме менің қасыма. Сегодня мы тут в клубе качаем по полной, мы в натуре. Фантастика, Туалет типа сондай бір. жүрегім толған романтика. Тебя вижу в клубе, вновь нас соблазнила злая ночь. Сөзім аузымда, махаббатың менің келме менің қасыма. Сегодня мы тут Кадрлардың бәрі статичный кадр только. Дәл статичный тек бір кадр ғана дейді. Зум беріп кадрлардың бәрі бір орын тұрады. Бюджет жүретін кадрлар жоқ. Бюджетный клипте ойлаймын. Қазақстанда түсірген шығар, даже бір церковьтің ішінде. Міне прикольно ана суға не болып тұр. Достар, мен ойлаймын бұл клип қазақша өлең, бірақ қазақилыққа келмейтін сияқты. Орыстардың церкові, еврейдің киімі неғып жүрген жерде, христианның киім үлгісі. Енді осындай локацияда түсіргеннен кейін қазақ қызын алуға да болмайтын шығар ойлаймын. Бірақ қазақ қызын алғанда вообще өлең қазақша, қазақ қызын алса жақсы болар еді деп ойлаймын да, өзім ойыма. Сосын не жоқ, движение жоқ, бей жоқ, бүйтіп тұрады. Тек баспен болды. Может бұл қазақ қыз шығар, бірақ қазаққа ұқсамайды. Былай нормально енді. Қатты ұнаған жоқ маған, бірақ өлеңі әдемі, клипі бір айтарлықтай тартымды емес сияқты меніңше. Сіздерге қалай достар, өздеріңіз айтыңыздар, комментарий жазып.